Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен татар самсасы уч-мучмак дайындайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтімізге қант, дрожж, тұз, бір жұмыртқа, ерітілген сары майымызды қосып, араластырып аламыз. Електен өткізген ұнымызды қосып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды көтерілуге жылы жерге 40 минутқа қалдырамыз. Салмасына фарш, пияз, картоп, тұз, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды теңдей 10 немесе 12 бөлікке бөліп, дөңгелектеп шығамыз. Салмасын салып, самсамызды видеодағыдай 3 бұрышты етіп түйіп, ортасын кішкене ашық қалдырамыз. Самсамыздың сыртына жұмыртқаның сарысына араласқан сүтті қосып, жағып шығамыз. Бөліктерге бөлген сары майымызды ортасына салып, бетіне күнжіт сеуіп, 180 градуста қыздырылған пешімізде 20-25 минут пісіріп аламыз. Қамыры жұп-жұмсақ самсамыз дайын. Менімен бірге дайындап көріңіздер.